Қайырлы таң, менің есімім Нұрбақыт, каналға қош келдің. Бүгін йогамен қайтадан айналысатын боламыз. Себебі мен таңертең тұрдым, денем барлығы бір қысым сезіп жатыр. Сондықтан өзіміз білеміз, біз көбінесе отырықшы өмір салтындамыз ғой. Жұмыстың барлығы компьютермен, әсіресе менде ағылшын тілінен сабақ бергендіктен компьютермен отырам, сөйтіп, сондықтан менде денемде барлығы қырысып, бір бүрісіп сөйтіп қалып қалады. Сондықтан бүгінгі йога жаттығуы өте қысқа болғанымен, бірақ сонда да өте пайдалы, себебі бүкіл бұлшықеттерді созып шығамыз және де энергияға толы болып шығамыз. Сонымен бастаймыз. Бізге тек қана йога матпен денеміз ғана керек, ешқандай құрылғының қажеті жоқ. Енді йога маттың төмен жағына қарай ығысамыз да, екі аяқтың үлкен саусақтарын бірге жанастырып, қолдарды созып, осылай жерге қарай беттейміз. Осында терең мұрынмен тыныс алайық. Өзіңмен алғашқы байланысты орнатайық. Таңғы жаттығулар осылай өзіңмен байланысты орнатады және де осы күнге деген ниетіңді де қалыптастыруға көмек береді. Осы йога жаттығуын біз белгілі бір күшті ниетпен жасайық. Мағыналы, өнімді болсын. Тек қана йога жаттығуы емес, сондай күшті мағыналы дүние болсын. 3 рет мұрнымен тыныс демал. Бүгінгі күнге деген ниетің қандай екенін өзіңнен сұра. Бұл қалып бала қалпы деп аталады. Осы бала қалпында қаламыз. Енді біз қолдарымыздағы саусақтарды кішкене көтеріп, осылай тағы да иықтардағы, жауырындағы бұлшықеттерді кішкене созамыз. Тамаша, енді көтерілейік. Қолдарымен көтерілеміз. Тамаша. Енді бізге аяқтарды созып, төмен қарай денемен орналасу керек. Не былай? Мұрын тыныс алады. Көтерілеміз. Тамаша. Енді біз қайтадан бала қалпына орналасайық. Созыламыз. Тыныс аламыз жерге қарай. Тура осылай тыныспен 3 рет жасайық. Бала қалпы артқа. Тыныспен алға қарай, бүкіл дене жерге орналасады. Тағы бір рет. Тамаша. Керемет. Енді біз аяқтағы саусақтарды көтерейік және де бүгінгі алғашқы мұрны төмен, тұмсығы төмен қараған ит қалпына ауысамыз. Тамаша, өкшені төмен қарай, жерге қарай орналастыруға тырысасың, бірақ қатты төмен орналасудың қажеті жоқ өкшелерді. Бізге бастысы аяқтың бұлшықеттері созылса болды. Балтырлар созылса болды. Сондықтан аяқтарды осылай біз бүгеміз. Тамаша. Енді планка қалпына орналасайық. Тамаша. Енді оң аяқ алға, артқа аяқ. Артта тұра береді, сол аяқ артта тұра береді. Қолдарды жоғары көтереміз. Өте керемет. Енді артқа аяқтың тізесін жерге қарай орналастырайық. Қолдарда төмен, тізеде төмен. Тізе жоғары, қолдар жоғары. Тамаша. Тағы да бірнеше рет. Тамаша.
Енді бізге көтерілу керек. Қолдардың алақандары бізде жүректе. Енді артқы аяқты алға қарай әкелеміз. Тіземен бірге қосылсын, оң аяқтың тізесімен қосылсын. Артқа қайтадан, артқы аяқ тізе барлығы артқа барсын. Тағы да қайтадан алдыңғы тізеге екінші артқы аяқтың тізесі орналасады. Осылай бірнеше рет жасайық. Дене қызып жатыр, білем. Аяқтың бұлшықеттері қызып жатыр. Бірақ сен қолыңнан келеді. Тамаша. Енді соңғысы. Енді орындық қалпына жасайық. Орналасайық. Тамаша. Енді саусақтарды жерге қойайық. Арқа бұлшықеттерін созамыз. Салмақтың барлығын өкшеге орналастыр. Өкшеге барлық салмақ барсын, соны сез. Мұрынмен тыныс ал. Тамаша, енді көтеріл, жартылай көтеріл. Арқа түзу болсын, қолдар тізеде. Тамаша, қайтадан қолдар төменде жерде, планка қалпы. Тамаша. Тізелер төмен, қолдар алға, бала қалпына ауыссаң болады. Енді қайтадан планка қалпы. Тамаша. Қолдарды енді алақандағы барлық бұлшықеттер, қолдардың бұлшықеттері жерге орналассын. Енді біз осылай тербелеміз, алға артқа тербелейік. Мұрынмен тыныс ал. Тамаша. Енді сфинкс қалпы. Бүкіл дене, аяқ барлығы жерде. Бір рахаттанып ал. Аяқ арқаның бұлшықеттері созылсын, жүрегіңді аш, кеуде қуысын аш осылай. Тамаша. Енді кеттік. Қайтадан біздің тұмсығы төмен қараған ит қалпына ауысайық. Керемет. Өте күшті сезініп жатсың ба? Екі аяқтың сезімі ерекше, екі түрлі. Өйткені біз жаңа оң аяққа көбінесе жаңағы көңіл бөлдік қой. Ал қазір сол аяқта ондай қатты бұлшықеттердің қысымы жоқ сияқты. Керемет, осылай тізелерді бүгіп ал. Керемет, тамаша. Ал енді сол аяқ алға қарай барсын, біттесін. Оң аяқ артта. Қолдар жоғары. Бағананы қайталаймыз. Тізе төмен, қолдар төмен. Артқы аяқтың тізесі жоғары, қолдар жоғары. Тағы да. Артқы аяқтың тізесі төмен, қолдар жоғары. Олар да төмен барды. Тізе төмен болса, қолдар да төмен. Тамаша. Мұрынмен тыныс ал. Керемет. Енді алақандарды жүрек қуысына. Артқы аяқты алға қарай әкелеміз. Тізеге бірге, екі тізе бірге. Артқы аяқ артқа. Тізе бірге. Артқа. Тізе бірге. Мына жер жанып жатыр, білем. Кеттік тағы да. Керемет. Енді артқа. Ал енді орындық қалпы. Қолдар жоғарда. Енді саусақтарды жерге орналастыр. Керемет. Мұрынмен тыныс ал. Жақсы. Енді бізге арқаны жартылай көтеру керек. Арқа түзу. Қолдарды жерге орналастырайық. Екі аяқ артқа. Енді чатаранга. Барлық денені жерге орналастыруымыз керек осылай. Терең тыныспен, тұмсығы жоғары қараған ит. Көкірегіңді, жүрегіңді аша қой. Тағы бір тыныспен енді біз
тұмсығы төмен қараған ит қалпына қайтадан ораламыз. Тізелерді бүгейік осылай. Тура осы жерден енді көгершін қалпын табайық. Ол үшін оң аяқты осылай жоғары көтереміз. Тізе бүгулі, сосын оң қолдың шынтағына осы бүгулі тізені солған қарай алып келеміз. Осылай жерге орналастырып, көгершін қалпын жасаймыз. Осылайша тұмсығы төмен қараған ит сияқты қалыпта отыра тұруға болады. Бұл жерде ең бастысы салмақты біркелкі қылып барлығына жайғастыру. Яғни бір жаққа қарай салмақтың барлығы бармасын, соған қадағалап қой. Ал мен өзім осылай қолдарды жерге қойып, маңдайыммен бірге сол жердегі осылай жата тұрғанын жақсы көремін, соны жасап жатырмын. Тамаша. Осында терең-терең тыныс алайық. Мұрынмен тыныс алуды ұмытпа. Және де бағанағы ең маңызды сұрақты қайтадан өзіңе қойып көрші. Осы күнге деген ниетің қандай екенін өзіңнен тағы сұрап көр. Бір қызық нәрсе айтайын ба, жаңа жартысында осы йога жазып жатқан кезімде микрофоным өшіп қапты. Яғни алдыңғы бөлігі видеоның барлығы дауысым жазылулы болған, ал келесі бөлігінде қарасам дауыс жоқ, сондықтан қазір кадрдың артында отырып жазып жатырмын даусымды. Сондықтан айып етпе. Тыныс алуыңды жалғастыра ғой. Денең не айтып жатқанын, не сезініп жатқанын тынысыңмен байқап көр. Ал енді түрегеле беруге болады. Біз енді бұғы қалпын жасаймыз. Ол үшін тізелер осылай 90 градус бүгулі болуы керек. Екі қолды артқа жібереміз. Сөйтіп, иық, бас барлығы артқа қарай беттейді де, жауырындағы бүкіл бұлшықеттерді осылай созуға болады. Осында тағы да тыныс алу керек. Осы жаттығулар саған қандай сезім әкеліп жатқанын байқап көр. Сен қазіргі сәттесің бе, әлде ойларың барлық жан-жақта ма? Соның барлығын сұра өзіңнен. Ал біз бүгулі тізені артқа қарай жібереміз де, қайтадан тұмсығы төмен қараған ит қалпына ораламыз. Денеңді созып қой. Тамаша. Тізелерді бүгуге болады. Жалпы денең не айтады, соны жасағаның дұрыс. Келесі жаққа қарай ауысайық. Келесі аяқ жоғарыға, оң аяқ жоғарыға. Тізе бүгулі. Жақсылап бүгіп ал. Енді біз осы сол аяқты сол қолдың шынтағына қарай беттейміз. Тұмсығы жоғары қараған ит қалпы. Жауырындарды аш, көкірегіңді осылай барлығын ашып қой. Қаласаң, маған ұнайтын осы қалыпқа барсаң болады. Екі қол жерде. Менде бағана оң қол ең жоғарысында болған. Баланс үшін енді мен сол қолды жоғары қойдым, оң қол төменде. Сөйтіп маңдайымды орналастырып, осылай осында бірнеше рет тыныс алуға көшетін боламыз. Осы күнге деген ниетіңді тағы да сұра. Сені бір нәрсе мазалап жатыр ма, әлде керісінше рахаттанып жатырсың ба? Денеңе бүкіл сезімге, бүкіл көңіліңді бөле қой. Денеңді сез, тыныс ала қой. Тағы бір терең тыныспен енді біз жоғары қарай көтеріле бастайық. Біз бұғы қалпына ораламыз. Баяғыдай тізелерді 90 градусқа қоямыз. Арқа, қол барлығы артқа. Денеңді қатты созба, ауырмайтындай болсын. Тыныс ала қой. Бүкіл денедегі бір жерде жатқан қысымды барлығын тынысыңмен жина. Солай жиналып жатқандай елестет. Сөйтіп тынысыңмен сол
жиналып қалған қысымды шығарып жіберу. Сондай бейнені өз көз алдыңа елестетіп көр. Кәне жасап көрейік. Терең тыныспен бүкіл қысымды жина. Терең тыныспен шығарып таста барлығын. Тамаша. Ал енді ораламыз біз бүгінгі күнгі соңғы тұмсығы төмен қараған ит қалпын жасайық. Денеңді созып қой. Енді тізелерді төмен қарай орналастыр. Біз қазір күшік қалпын жасаймыз. Ол үшін йога маттың ең жоғарғы бөлігін қолдарыңмен ұста. Тізе төмен, иек алға барсын. Жаңағы жерге қарай иекті орналастыр. Абайла қатты салмақпен басып жібермей еш нәрсені. Осында терең тыныс алайық. Бұл күшік қалпы деп аталады. Бұны ұзақ жасамаймыз. Болды, жеткілікті. Енді сфинкс қалпын жасайық. Бүкіл дене жерде, қол жерде. Бірақ мойын, кеуде қуысы, бас барлық жоғарыда болсын осылайша. Ал енді біз бір аяқты бір қолмен осылай бұлшықеттерді созу қалпын жасайық. Мен қазір оң аяғымды оң қолыммен ұстап, бұлшықеттерім созып жатырмын. Босатамыз. Келесі аяқ, келесі қолмен, келесі аяқты ұстап, осылайша созып алайық тағы да. Екі аяғымыз тең болсын. Жақсы созып алдық деген үміттемін. Өте тамаша. Енді жібереміз аяқты. Йога қалпында отырайық. Немесе медитация қалпы деп те атап жатады. Жақсылап орналасып ал. Йога жаттығуларына дейін және де қазір йога жаттығу аяқталған кезде денеңді өзің қалай сезініп жатырсың, соны өзіңнен сұрап көр. Сканерлеп, байқап көр бүкіл сезімдерді. Денең жеңілденіп қалды ма, әжептәуір, немесе әлде де бір нәрсе сені мазалап жатыр ма? Барлық сезініп жатқан сезімдерің дұрыс, қажет. Сондықтан еш нәрседен арылудың қажеті жоқ. Біз жай ғана денемізге көңіл бөлуге ниет еттік бүгін, сондықтан қазір сезініп жатқан бүкіл сезімдерің барлығы сен үшін. Сондықтан тағы да байқап, сезінуге бүкіл көңіліңді бөле ғой. Барлығы жақсы болады. Тамаша. Енді әдеттегідей йога жаттығуларды біз ом деген әуен арқылы аяқтайтын боламыз. Ол үшін терең тыныс алайық. Мұрынмен терең тыныс аламыз. Ал кеттік. Жақсы, тамаша. Екі алақандарды жүректің қуысына қарай осылай қоямыз. Маңдайға енді алға қарай иілеміз. Намасте. Осы жаттығу сені әжептәуір күшті сезінуге көмектесті деген үміттемін. Менімен бірге йога жаттығуларын жасағаныңа рахмет. Менің осы каналымда тағы да бірнеше йога жаттығулары бар. Сондықтан күнде таңертең сенімен бірге жолығамын деген үміттемін. Ең алдымен осы күнді бастамас бұрын өзіңе уақыт бөлгеніңе мен қатты қуаныштымын. Осы қалыптан тайма. Сондықтан мен сенімен келесі күндерде кездесуге қатты қуанышты боламын. Каналыма тіркелуді ұмытпа. Себебі менің каналымда денемізді күшті сезінуге көмектесетін тағы да бірнеше йога жаттығуларымен қоса ағылшын тілінен де пайдалы видеолар толып жатыр. Сондықтан
каналға тіркелуді ұмытпа. Рахмет үлкен, алдын ала лайк басқаныңа да рахмет. Келесі кездескенше, жүздескенше сау саламатта болайық. Сау.